marjan, nadanlar bahra valalmo. Алуан тақырып аясында әркімнің ойы әр басқа. Біздегі талқы тыңдаушыны толғандырса, онда білгенге маржан болғаны. Армысыздар қымбатты көрермен, сіздермен бірге білгенге маржан бағдарламасы. Білгенге маржан. Гүл өссе жердің көркі, қыз өссе елдің көркі деген сөз бар. Қылықты қырмызы қыздарымыз қызылды жасылды көйлектерін киіп алып, күлкісімен сырғалары қоса сыңғырлап шыға келгенде қандай жанның жүрегін тербеп сезімін селт еткізбеген. Тарихымыздың тарғыл беттерін парақтар болсақ, жалпы қазақ қыздары туралы толғанбаған тұлғаларда сирек екен. Қыз өріс, ол қоныс деп білген халқымыз өрісін кеңейтер қыздарға айрықша көңіл бөліп келген. Ақындар жыр арнап, сал серілер әнге қосқан осы қазақ қыздарының қазіргі сұлулығы жайлы сіз қалай бағамдайсыз, қандай ойдасыз? Қазақ қыздары, жаңа ғасырдағы қазақ қыздары қалай сәндену керек? Жалпы қазақи дәстүрлі сәндену керек пе? Жоқ әлде бүкілдей жаңаша сәндену керек пе? Бүгін міне тілге тиек етер тақырыбымыз осы. Ендеше талқымызды бастамас бұрын ең әуелі бейнематериалға назар салыңыздар. Мен қазақ қыздарына Қазақтың ұлттық киімдері көшпелі заманның салт дәстүрімен жалғасып келе жатқан қолөнердің аса бай қазыналарының бірі. Қадымғы заманда маталардан және мал мен аң терісінен тігілген сәнді киімдер қазақ қыз келіншектерінің сәніне сән, көркіне көрік қосқан. Қазақтың талай арулары киген тамаша сәнді киімдерін көргенде ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек деген мақалдың өзі жайдан жай айтылмағандығын түсінесіз. Ал қазірше боз үйден бір қыз көрдім көзі күлген, шаштарын 10 күн тарап 5 күн өрген. Сол қыздың сұлулығын мен айтайын, үстінде дүрия бешпет, шайдан көйлек деп халық әндерінде айтылатын қазақ қыздарының портретін сахнадан немесе кинолардан болмаса реал тұрмыстан некен саяқ көретін болдық. Заманның қалай болса, бөркін солай демекші, жалпы қоғамға ортақ модадан қалыспай, жаңаша киініп жүрген қыздарымыз да ұлттық ерекшелігін әйгілеп, көйлегінің бір шетіне оюын түсіріп, күміс сырғасын сыңғырлатып жүрген қыздарымыз да көптеп табылады арамыздан. Ұлт тағдыры мен өз тағдыры тамырлас қазақ қыздары жаңалық пен дәстүр тоғысқан мына заманда қалай сәндену керек деген сауал кісіні ойландырмай қоймайды. Менде әзіргі қазақтың қыздары әзіргі заманға үйлесіп киім кию керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, әзір жаңа заман, бізде әзіргі заманның жастары болғаннан кейін, кішкене болғаннан кейін бізде әзіргі заманның жаңа нәрселерін көріп, енді осы заманға үйлесімді киім кию керек деп ойлаймын. Менің ойымда қазақ қыздары мейлі жаңаша сәнденсін, мейлі бұрынғы ата-бабаларымыз салған дәстүрлі киімдермен сәнденсін, таза, ретті, мәдениетті, өзінің бойындағы әдепті ибалылығын көрсететіндей киінсе болды деп ойлаймын. Одан кейін киімнің сәндену формасы ортаға қарай баратын іс-шараларға қарай болғаны дұрыс деп ойлаймын. Мұнда жаңаша слопты ашық-шашық киіну менен мәдениетсіз, біртүрлі әдепсіздікпенен шатастыруға келмейді. Енді кейбір орындарда әр ұлттар барады, сонда енді қазақи киім киіп өзінің қазақ екенін көрсету мақсат емес, ол қазақ қыздарының бойындағы біртүрлі биязылықпенен, өзінің ішкі қасиеттермен әйгіленетін біртүрлі ерекшелік, ол енді сыртқы форум арқылы өзінің қазақ екенін мәлім бір орталарда әйгілеу мақсат емес деп ойлаймын. Әрине халқымыз қыз өссе елдің көркі деп қыздарын гүлге балап, аялап өсіретін халық қой. Ертеде қыз перзенті бар әрбір отбасы қыздары 7 жасқа келген соң, оларды талшыбықтай бұралған сымбат етіп тәрбиелеу үшін белдеріне белбеу буындырып қойған. Ал 12 жасқа шыққан соң, ірге жаққа дәл қыз жауырынның астына келетіндей етіп, қос арқан керіп, қыздарын соның үстіне жатқызған екен. Соның нәтижесінде қазақ қыздары ақылына көркі сай, шеттерінен бұраң бел, алшын төс, сымға тартқан күмістей, сымбатты, қажырлы, төзімді, іскер, елгезек болып ержеткен дейді. Осы замандағы сәнденуіміз, сәндік бұйымдарымыз байырғы қазақ салтындағы көркемдіктің маңғарасында көрген жоқ. Біз қазір байырғы сәндену үлгісін ұнатпай жүргеніміз жоқ. Қайта соған қолымыз жетпей жүр. Өйткені анау 200 ойлық алқа моншақты, құны 200 ойлық алқа моншақты, 100 байталдық сәукелені қазіргі қай қазақтың қызы мен келіні тағып кие алды. Қайта біздің осы тағып жүрген сәндік бұйымдарымыздың сәні, сапасы, денсаулыққа пайдалылығы оған мүлде жетпейді. Өйткені онда салт дәстүріміз бар, біздің рухымыз бар,
тарихымыз, шеберлігіміз бар. Сондықтан әзіргі әрқандай ұлтын сүйетін, халқын сүйетін қазақ қызы қазақи сәнденуге міндетті деп ойлаймын. Қанекей, осы тақырып аясында бүгінгі студиямызға келіп отырған қонақтарымызға бір бірлеп сөздің кезегін бере берейік. Күнделікті болмаса да той томалақ мереке мейрамдарда оюлы көйлектерімді киіп, күміс алқа моншақтарымды тағынып жүруді ұнатамын. Ол маған қазақи сұлулық бағыштайды дейді қонағымыз. Қазақстан Республикасының Үрімжідегі елшіханасының қызметкері Надира Мелатқызы. Қанекей, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, сәлеметсіздер. Надира Мелатқызы, заман қалай болса да қазақ қыздары қазақи сұлулығын жоғалтпау керек. Менің ойымша, қазақтың қыздары биязылығымен, табиғилығымен қашанда сұлу көрінеді. Қазақ әйелдерінің әртүрлі киімдері болған, жасына қарай. Қазір біз оны сахнадан ғана көреміз. Қазір біз олай киініп жүре алмасақ та, өз ғұрп әдетімізді жоғалтпай, алқа моншақтарымызды тағынып, қазақи тұрмыстық киім болса, соларды киіп жүруіміз керек деп ойлаймын. Жарайды, рахмет, Надира. Базардағы ойыл басылған көйлектерге көңілім толмайды, сосын өзіме жарасымды жаңаша фасондағы киім-кешектерді киемін дейді. Орталық халық радиостанциясының Үрімжідегі қазақ редакциясының директоры, Шинжаң телевизиясының ТВ жәрмеңкесі бағдарламасының ұсыныс етілген жүргізушісі Сая Заводбекқызы. Қанекей, Сая, сөз кезегі өзіңде. Сәлеметсіздер. Сая Заводбекқызы, қазіргі заман қазақ қыздарының сұлулығы жалаң сыртқы сұлулығымен емес, білім қабілетімен өлшенбек. Менше әрине жаңаша киіну керек. Заман қалай болса, бір күн солай деген сөз бар. Және де заманына қарай адамы, адамына қарай арманы болады. Сонымен барлық нәрсе заманның талабына қарай болады. Сондықтан менше жаңаша өмірде әрине жаңаша киініп жүруіміз керек. Қысқаша мысал айта кететін болсақ, қазақ көйлек, қосетек көйлек киіп, үкілі тақияны киіп, сәнденіп алып, қазіргі заманда автобусқа шыққаныңызды бір көз алдыңызға елестетіңізші. Сол. Жарайды, рахмет. Ал ендігі қонағымыз қазақ қыздарында қазақи ерекшелік болу керек дейді. Жар сауда шекті жауапкершілік серіктігінің директоры Қуандық Әбдібекұлы. Қанекей, сөз кезегі өзіңде. Қуандық Әбдібекұлы, бүгінгі қыздарымыз ертеңгі аяулы жар, ақ жаулықты ана. Сол үшін салт дәстүрімізді сақтаңдар, қыздар. Бір ұлтты ұлт деп танитын басты факторлар тілі, діні, туған жері және салт дәстүрі. Ал осының ішіндегі салт дәстүр ең маңызды факторларының бірі. Сондықтан да салт дәстүрді сақтай қалайын. Жарайды, рахмет, Қуандық. Біздің бүгінгі сұхбатымызға қатынасып отырған арт ішінде бір бидай жалғыз жігітіміз. Ал ендігі сөз кезегін келесі қонағымызға берейік. Әркімнің талғамы әртүрлі болады. Маған жаңа заманға лайық жасану ұнайды дейді. Сұмбыл шаш жасату орнының жауаптысы Алма Әбілғазықызы. Қанекей? Алма Әбілғазықызы, салт дәстүрден аттамасақ болғаны, ел қатары жаңаша киініп жүрудің несі жаман? Ұлтымыздың ұлттық дәстүрінен алшақтап кетпей, қазіргі заман талабына сай киіну бұл ұлт сүйгіштікке қарамайды. Жарайды. Ұлт сүйгіштік бұл әрине барлығы киім-кешекке қарап тұрған жоқ деген ойдасыз ғой, иә? Жарайды, ондай болса, жаңа Надира айтып қалды, қазіргі біздің байырғы ұлттық киім-кешектерімізді тек қана сахнадан көреміз, қазіргі тұрмыста негізінен кездестірмейміз дейді. Осы жетке қалай қарайсыздар? Мен айтайын. Және Сая айтып өтті, андай қосетек көйлек киіп автобусқа шыққан деп. Мен айтпақшы болғаным олай емес. Біздің мысалы көп маркалар бар Қазақстанда. Біздің осында мына Тасбұлақ дейді, жаңа киім шығаратын. Медеу дейміз. Сол кісілер үнемі ана сахналық киім шығара бермей, тұрмыстық киім шығарса деймін. Тойда киетін, кәдімгі киетін, өзіміздің қазақ қыздарының табиғилығын әйгілетін. Мен сондай киім болса деп айтпақшымын. Одан алқа моншақтары тағынса деймін. Енді олай сәукеле киіп, олай қосетек көйлек киіп жүру мүмкін емес қой. Қазір ол шынында солай. Қазіргі заманға үйлестіріп дейсіз ғой. Иә, ол да дұрыс. Әдетте біздің қазағымыздың қазіргі замандағы біздің қыздардың қазақтығын белгілейтін киімнің ішінде қандай жері десең, оюы ғана. Мәселен, қазіргі заманға үйлестіріп ондай киімдер болса, бізде де киетін едік әсілі. ТВ жәрмеңке бағдарламасы білесіздер, әр күні 3 рет таратылып жатады ғой. Сонда бір күні Қастерлі қалам деген қазақ түлек серіктестігінің осы ТВ жәрмеңкесінде Қастерлі қаламын таныстырмақшы болдық. Әдетте басқа киімдерді, басқа заттарды таныстырған кезімізде оны алмаймыз, басқа киімдерді осы жаңа заман талабына сай киеміз, әртүрлі киімдерді киеміз. Ал енді Қастерлі қаламды таныстырған соң, әрине қазағымыздың тұңғыш ретке шыққан ТВ жәрмеңкесінде шыққан заты болғандықтан, мен ойладым, ендеше сол біздің жақтағы
режиссерлар да айтты, сен қазақ сал, қазақтық өрнегі бар, сондай киімдерді ки деп жарайды деп. Мен әнекей отыр, жар серіктігінің бастығы деп, сол ағамыздан біз сол кісілермен хабарласып, сол кісілерге айттық, бізге сондай ою бар, өрнегі бар, сондай киім әкелсін. Оның үстіне білесіздер, телевизорға шыққанда өте ашық-шашық болуға болмайды. Телевизорға шықпаған кезде де ашық-шашық болмайды ғой, оны барлығымыз білеміз. Сондай киім әкелсін дегенде маған 4 киім әкеліп берді. Шындығында маған біреуі ұнаған жоқ. Маған ұнамады, одан кейін режиссерлерге ұнамады, біреуі ашықтығында. Екіншісі, реңдері басқа жерлерінің барлығы үйлеспеді, сонымен оны кимей, және де осы жаңа заманның киімдерін кие бердім. Ол менің біздің ұлтымыздың ойуын, ұлтымыздың өнерін, ұлтымыздың қасиетін сүймегендік емес. Біз сүйеміз, бірақ та осы заманға сай, өзімнің қызметіме сай, сонымен өзім солай істедім. Қуандық. Сенен бір жауап күтіп тұрмыз. Жаңағы Саяның айтып отырған көңілінің толмаған жері негізінен біраз ашықтау. Ашықтау екен. Ашықтау. Соған қандай пікірдесіз? Сіздер ол жобалауда кішкене өздеріңіз ашық киінбейміз ғой әдетте. Қазағымыздың ең басты салты осы ғой. Біздің әзірге шығарып жатқан киімдеріміз негізінен жаздық киімдер. Ал оның ішінде азын-аулақ ашық киімдер де бар. Ал енді және де өзіміздің салт дәстүрді сақтаған киімдер де бар. Тұра тұрыңыз, сөзімді бөлмеңіз. Сізге мына жаздың күні осы бірнеше күннің алдында Үрімжінің ауа райы 43 градусқа шықты. Дәл сол күндер етек жеңі ұзын көйлектерді киіп өзіңіз көшеге шықсаңыз, және денеңіз құрысып-пырысып, және бір түрлі боласыз дегендей. Сіздер де сауда істеу үшін өз жұмыстарыңызды жақсы істеу үшін заман талабына сай өзгертіпсіздер. Егер қазағымыздың бұрынғы салты бойынша сіз айтқан сияқты сондай болатын болса, сөзсіз болмайды. Біз қазағымызда ашық киінбейміз, күн ыстық дегеніне де қарамайтын едіңіздер. Жалпы Алма, маған жаңа заманға лайық жасану ұнайды деп отырсың, иә? Өзіңнің бүгінгі портретіңнен де сол ойың белгілі болып тұр. Жаңағы Саяның көңіл толмаған жағдайға сен қалай қарайсың? Жатыр ғой енді, бірақ біздің киім деген нәрсе барлық ұлтта бар. Киім кию арқылы бір ұлттың ұлттық екенін дәлелдеу, бұл біздің енді басқа ұлтта да бар, мәселен Түркия дейді, ұйғыр ұлты дейміз, оның киімдерінің қандай ерекшелігі, мәселен одан енді Заңзу ұлты дейміз, Ханзу ұлты дейміз, бірақ біздің ұлттың енді киімдердің ерекшелігінің ішіндегі ойы сол. Бірақ кей киімдерді біздің жаңа заман талабына толмайды деп айтатын себебіміз сол ою өрнектерді сол киімнің нақышына келтіріп сол оюларды қоя алмаған. Мысалы үшін кейбір киімдерді көрсең, негізі сахналық киімдермен мына концерттік той киімдерінде ғана болады, тұрмыстық киімдер негізінен жоқтың қасы. Сая мен Алманың көзқарасы бір екен, иә? Негізі қазіргі базарға салынған қазақи ою өрнек түскен киімдерге көңілдерің толмай, сондай ма? Біздің мысалы киім-кешек болсын, және басқа саладағы болсын, әлі жетіспей жатқан жетістіктеріміз көп. Оны айтқандарыңыз дұрыс, бірақ соның бәрін біз толықтыруға қарай тырысамыз. Енді Сая, мысалы, не үшін қазақи сәнденуге болмайды? Қандай бөгеттер бар деп ойлайсың? Қазір біздің айтпақшы болып отырғанымыз Шинжаң қазақтары, дұрыс қой, Джунго қазақтары, басқа жақта алмаймыз. Егер біз алатын болсақ, Қазақстанда Ая Бапани деген Францияның ең жақсы сахнасына шыққан киімдері бар. Оны ала алмаймыз біз. Біріншісі өте қымбат, екіншісі шетелде ала алмаймыз. Ал біздің Шинжаңда расында ондай жақсы киімдер жоқ. Сол жағын ойластырса дейміз, бірінші ондай жақсы киімдер жоқ, екіншісі расында қызметімізге қолайсыз. Мен бір диктормын, тілшімін. Үнемі сыртқа шығып тілшілік істеймін. Ол кездерде мен өзімнің тауға шығатын болсам, әрине өзімнің әдеттегі спортқа киетін киімдерімді киіп шығамын, спортқа киетін аяқтарымды киіп шығамын. Мен өз ұлтымды сүйеді екенмін деп, ол киіммен шектеліп қалмайды. Мен өзім сондай спорт киімдерді киіп тоңсам, қалың киімді кию арқылы өз ұлтыма және басқадай өз қызметімді істеу арқылы, өз білімімді білдіру арқылы өз ұлтымды сүйетіндігімді білдіруіме де болады. Алма, сенші? Менші де солай деп ойлаймын. Мәселен, енді біздің өзімнің кәсібім журналистің шаштаразылық болғандықтан, мәселен, менің енді осы кәсіп істеген 13 жыл болды. Мәселен, енді мен осы дүкеніме бір осы қазақи алқа моншақ тағып, қазақи көйлек киіп бір адам келіп маған шаш босам жасап бер десе, мен жасай алмаймын. Не үшін? Өйткені оның алқа моншақ, қазақи киімдер дегеннің көбі бұрынғы өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқаннан кейін әзіргі заманға сәйкеспей жатқандықтан деметім. Егер де енді мысалы үшін біздің осы киіп жүрген киімдеріміздің шеттерінде сәл келістіріп нақышталып жасалған ой өрнектер болатын болса, мен әрине оған шаш босам жасап беремін. Өйткені енді біздің қазақи киімдердің көбі ұзын шаш болу керек. Оған тек өрген шаш қана жарасады. Иә, өрген шаш болу керек. Мәселен, мен мына шаш босам бір қазақи киім, Мәдинаның киіп отырған киімдерін киіп алсам жараса ма? Надираның.
сол сияқты енді сонда сіздің ойыңыз қазақша киінуге қарсысыз ба? жоқ, енді ол қарсы деп айтуға да жатпайды. Сен менің сөздерімді толық естіп отырсаң, мына өзіміздің мына мәдени осы дамыған заманға қарай әлі сәйкесе қоймаған. Ой, солай, бірақ біз дәстүрді жалғастырушымыз. Біз де дәстүрді жалғастырғымыз келеді. Көне қазағымыздың сондай дәстүрлерін енді көне кезін кие алмасақ та қазіргісін жалғастырып жүруіміз керек. Өйткені бүйтіп ұмытыла беретін болса, бізден кейінгілер кие алмай қалады ондай киімді. Қазір енді біздің арамызда жалғыз жігітсің ғой. Жігіттің көзімен қарашы. Қазақи сұлулық қазақтың қыздарына жарасады деп отырсың ғой. Соның жарасымдылығы қай жерде? Мұхтар Мағауин ағамыз айтқан, қазақтың қыздары әлемдегі ең сұлу қыздар деп. Ал ол бағаны алу үшін біздің қазақтың қыздары өзінің салт дәстүрін, өзінің әдемілігін, өзінің ибалылығын сақтағанда ғана сол дүниедегі ең әдемі, ең сұлу қыз аталады. Бір ұлттың дамуына сол ұлттың қыздары байланысты. Сол ұлттың қыздары жалғастырады. Сол ұлттың қыздары дамытады. Бірақ енді сол үшін сын жігітке көп келмейді, қыз бала дамытады, ер адамдар да дамытады, бірақ дамытқанда сол киім киіп дамытпайды ғой, ол ішкі ой елегі, білімі, қасиеті дегендей. Бір жерде үлкен жарыс, я болмаса бір үлкен бір қызғанды нәрселер өтіп жататын болса, сол жерге мені не себеппен шақырды? Мәселен, мен сол жерге бір жарыстан атағым шығып, не бір білімнен, білім жақтан, оқу жақтан бір нәрсенің бір рекордын жаратып сықылды сөйтіп баратын болсам, ол кезде менің киіме қарамайды. Сол өнеріңе қарайды. Өнеріңе қарайды. Бірақ сізді танысын, танымасын, сізде сол өз ұлтыңыздың мәдениетін, дәстүрін жалғастыратындай біраз қалай айтсақ болады енді. Дәстүрін жалғастыратындай сенде өнер болу керек, білім болу керек, ой болу керек. Ол сенің бетіңе жазылып тұрмайды. Бірақ сол өнерің, білімің, ойың арқылы елге таныласың, онан соң мен қазақпын десең, сенің қазақ екеніңді біледі. Ал сіздің сөзіңізге бетіңізге жазылып тұрмайды, дұрыс айтасыз. Ал қалай білемін мен сіздің қазақ екеніңізді? Деген сің арқылы білесіз. Өзің сол жарысқа мысалы бір жерге барсаңыз, онда сіз алқа моншақ тағынып алыңыз, сонда біледі қазақ екеніңізді. Яғни алқа моншақ деген нақ сенің андағы алқаңды алып айтатын болса, нақ біздің қазақи алқадарға да жігер кетпейді. Түркияның алқасы деп күтті, бірақ сондай сатады ғой. Қазақтар осындай шолпысы сыңғырлап деп, сырға сыңғырлап деп кезінде абай аталарымыз солай жырлаған. Мен енді тақ көргем жоқ, бірақ көбі түркиянікі болады. Түркиянікі дейді. Қазаққа арналған. Қазақта да сондай болған. Қазір оны қолымыздан жасай алмағаннан кейін солай киімімізге лайықты тағамыз. Қайсы жараса соны тағамыз. Сөлкебай деген нәрсені түсінесіз ба? Сөлкебай деген нәрсені түсінеміз. Ол бұрынғының Сөлкебай. Ал сол Сөлкебайларды тауып алып, міне мынау менің апамнан қалған Сөлкебай деп тағып алып келсеңіз, біз мойындаймыз. Сіз андағыны сөзсіз Түркиядан басқа жерлерден алдырғанына сатып алып. Жарайды. Қыздар, жігіттер былай болсын. Және той мәдениетіміз жайлы кішкене тоқталайықшы. Заманның дамуына сай той мәдениетімізде барған сайын кемелденіп дамып бара жатыр ғой. Қыздарымыз болсын, жігіттер болсын әдемі киініп баратын болды қазір тойға. Негізі тойдағы қыздардың сәнденуі туралы қандай ойдасыңдар? Өз ойларыңды ортаға салыңдаршы. Тойдағы қыздардың сәнденуі өте әдемі деп ойлаймын. Мен қазіргі заман тойлар, той жасайтын қыз бар, оның жанында қыз жолдас бар, оның жанында бір топ қыздар бар, өзінің достары, дос қыздары бір тұтас киім киеді, өте әдемі. Бірақ өзі той жасаған қыздың өзін алып айтсақ, оның кигені қазақ киім бе емес пе? Сіздерше қазақ киім бе жоқ қандай киім? Ол астың жағы осындай домпиып тұрған, оның үстіне ою шаптаған көйлек киеді. Әсілі ол көйлек батыстікі. Ою жоқ кезінде ол батыстың көйлегі. Сонымен соны екеуін ұштастырып, ана оюды шаптап, болмаса қазақта тәжі деген нәрсе де жоқ қой бұрын. Сол батыстың тәжісін тағып, оның үстіне және ою шаптайды. Сөйтеді тағы сол қазақпен және шетелдің сондай мәдениетін екеуін қосып, сонымен сол киімді киген. Ал қыз жолдастарының көбінде, менше біздің Шинжаңның қазақтарында ондай бір тұтас ұқсас қыз жолдастар киетін киімдер табылмайтындықтан, әртүрлі қызылды, жасылды өздеріне жарасатын реңмен көйлек киеді, өте әдемі безенеді, заман талабына сай жаңа заманда киінеді, сондықтан жарасып тұр деп ойлаймын. Және сая сөзінің арасында қазақ қыздары ең әуелі ашық-шашық киінбеу керек дедің ғой, иә? Тойларымызда сондай бір жайттер байқала бастағандай сезіледі бізге. Ашық-шашық киінетін қыздар да көрінеді бірен-саран. Осыған қалай қарайсыңдар?
Әрине ашық шашық киінбеу керек. Жаңа біз келген кезімізде ең басында айтып отырмыз, қазағымыздың түпкі мәдениетін, түпкі салтын бізде сақтап қаламыз. Біз ол қазақтың мәдениетін жоққа шығарып барып, біз қазіргі заманда қазақ киім кидірмейміз деп отырған жоқпыз. Сондықтан ашық шашық киінбеу шарт астында сондай әдемі тойларда болу керек. Ал енді ашық шашық киінген қыздарымыз болса, қазағымызда сөз бар ғой, адам ашық киінген сайын өзінің берекесі кетеді, өзінің жақсы істерден аулақ болады деген сөздер бар. Менің апам үнемі айтып отырады. Сондықтан ашық киінуге бізде қарсымыз. Сонымен және ашық киінетін қыздарымызға және де айтамыз, қанша жабық киінсең, жолың сонша ашық болады, сонша жақсы болады деп айтқым келеді. Одан осы жақын жылдардан бері мындай бір сөздер шығып келеді. Мода қуу дейді. Еуропалану дейді. Міне, дәл осыған байланысты біздің той болсын, я болмаса басқандай бір базарлар, я топтық орта болсын, қазір былайша айтқанда мына кіндігін көрсетіп жүретін қыздар өте көбейіп барады. Енді ондайда да көп емес, енді әдетте 1000-нан 1 деп айтсақ болады, ондай сен бәрін бір шоқпен айдауға болмайды. Бірен саран ашық киінгендер сөзсіз ол біздің қазақтың ата даңқына дақ келтіреді, ол біздің сөзсіз басқа қыздар да сондай ашық шашық киініп кетеді дегенге бармайды деп ойлаймын. Ондай танымда да емес. Бір құмалақ, бір қарым айды шіртеді дейді. Мәселен, бұндай сол қыз баланың киім киінісіне қарап, мен сол қыз баланың қазақ екен, егер біраз сөздерінен танитын болсам, бәлкім мен де сол жерде ұяламын. Одан кейін одан біздіңше қыздарымыз көбі, мысалы сіздерде ондай киім жоқ деп болса, іздемейсіздер. Мысалы біздің әпекеміз Пәрида Жұмақанқызы ана қазақтың бірлік базар деп ашып қойды, базар. Ол жерде кейбір бармайтындар да бар. Сол жерде қазақ жастарын кәсіпке шақырып отыр. Мысалы сондағы жастар сондай киімдер сататын болса, сол жерге барса, сол ана іздеушілер, енді ол жерге біз өзіміз баруымыз керек қой, өзіміздің базар, бізден басқалардың ол жерге қажеті түспейді. Сол үшін сол жерден өзіне лайықты жарасатын алқа моншақ киімдерді тауып алады деп ойлаймын. Жаңа да айтып жатырмыз біз, өз кәсібіміз арқылы, өз жұмысымыз арқылы, өзіміздің ішіміздегі біліміміз арқылы ұлтымызды сүйе аламыз. Мәселен, бұрынғы заманда, әзіргі заманда расынша өзіміздің кәсібімізге қарай, өзіміз қалай қолайлы болса, солай киеміз ғой киімді. Бұрынғы заманда Есімбек батыр 18-ге келген қызымен бірге соғысқа шыққан екен. Сол кезде 18-ге келген қызы екеуі ғана барыпты. Сол кезде қызы әрине ерлердің киімін киіп, найзасын қолын ұстап барыпты. Егер сол кезде сол көйлек киіп, қосетек көйлегімен барған болса, ол жығылып қалатын еді жолдың ортасында. Сол сияқты қазіргі заманда біздің тұрмыс әдетіміз, күндеріміз өте тез өтеді ғой. Сондықтан бізде де әдетте өзімізге қалай қолайлы болса, солай киімімізді киіп отырамыз. Мысалы үшін киген адамдар аз болғандықтан көп адамдар білмейді. Сол үшін бүгінгі айтып отқан тақырыбымызда көбірек кисе екен деп отырмыз. Көбірек кисе, көбірек қолдаса сондай кәсіпкерлер деп отырмыз. Саяның пікіріне сәл қарсы келейін. Есімбек батырдың 18 жастағы қызы соғысқа барған кезде ер балалардың киімін киді дедіңіз. Ол ортаға үйлескендік. Бізде қазір ортаға үйлеспіз. Ал енді сіз ортаға үйлестіңіз, мода қудыңыз, еуропаландыңыз, осы бойынша кете білетін болсаңыз, біздің ұрпақ не болады? Қазақ қыздар несімен сұлу көріну керек? Қазақ қызының сұлулығын айтсақ, мына жерде Мұхтар Шаханов айтқан екен, Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда? Шын сұлулық тереңдікте жатпай ма деп. Тереңдікте жатпай ма? Ол неде жатыр? Қазақ қыздарының бұрынғы мінезі, биязылығы, өзінің қарапайымдылығы, өзінің әдептілігі, ата-анасына деген солардың құрметі. Ал сол әдептерін, сол ибаларын қазірге шейін біз сақтауымыз керек. Бұдан кейін де өз ұрпақтарымызға жеткізуіміз керек. Сол әдептілігімен, қарапайымдылығымен, қазіргі заманға үйлесетін білімділігімен, өзінің істеген бір кәсібінен нәтиже жарата алуымен қазақ қызы бола алады менше. Сіздерше? Ол ғой солай. Ол ғой солай. Сонымен жоқ, сен бір жаққа өтіп тұрсың Сая. Бәріміздің ойымыз бір болып жатыр. Мында біздің тақырыбымыз әсілінде сол қазақ қыздары анша албатып ит жасанып кетуінің қажеті жоқ демекшімін. Солай өз сұлулықтары сол өз мінезімен жетеді. Бұрынғы ақындарымызда абайдар жырлаған қаламқас деп. Сол біздерде сол қыздар жасанып былай мода қуып жүрмеген. Сол өз табиғилықтарымен сұлу. Жарайды, алуан тақырып аясында әркімнің ойы әр басқа. Біздегі бүгінгі тақырып қазақтың қыздары, жаңа ғасырдағы қазақтың қыздары қалай сәндену керек? Қазақи дәстүрлі сәндену керек пе? Жоқ әлде бүтіндей жаңаша слотта жасану керек пе? Ендігі сөзіміздің кезегін осында отырған көрермендерімізге берейік. Қанекей, бағанадан бері талқымызды тыңдап өттіңіздер.
Сіздер қандай ойдасыздар? Пікірлеріңізді білейік. Әр салада өзінің, әр қызмет орында өзінің қызмет орында киетін киімдер болады. Ал біздің балдырған балалар бақшамыздың, міне өзім үстіме киіп отырмын. Мынау бір кәдімгідей бір спорт киімі көшеде сатылып жатқан. Осыған біз базарда ашылған қазақи ұлттық киімдер сататын жерге барып, мысалы мына ою, бұны өзіміз тапқырлап, өзіміз жобалағанбыз. Бұл жаңа қоғам осы екен деп, басқалай киінуге ол менше ойласам болмайды. Өйткені өзіміздің салт дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Мен негізі азда болса осындай жаңа заман киімдеріне, жаңа мына біздің көрермендер айтқандай, азда болса оюлар болса, сәл қазақи құндылығымызды жоғалтпасақ деп тілеймін. Рахмет. Енді менше болғанда бір ұлттың қандай ұлт екенін тек қана киімде емес, сол үшін заманға сай жүру керек, бірақ өзіміздің салт дәстүрді ұмытпау керек. Бұрын біздің әпекелеріміз көйлекпен жүрген, сым кимеген. Ал мен кәдімгідей осы заманға үйлесем деп сым киемін, кимейді емес. Бірақ сым киген кезінде әрекетім де сымға қарай өзгеріп, ол балаша болып кеттім, ол балаша әрекет істеп кеттім. Ал кәдімгідей көйлек кисем, бойымда бір түрлі қазақ қызына тән ибалық меймандалап кетеді. Сосын әдетте көшеге шыққан кезінде қазақи алқа моншақ тағып шықсам, біртүрлі бойымда мен қазақтың қызымын дегендей тәкаппар сезім билейді. Меніңше қазақ қызы сондай тәкаппар болу керек. Осы заман киіміне қазақи өрнек басып, былай шығарып жатқан кісілер отыр ғой мен алдымызда. Ол кісілердің техникасы жетіспеген. Бірақ ол кісілер жетіспеді деп біз сол киімді кимей кетуімізге болмайды. Ол жақпаса ол бізге иә жағып тұр, иә жақпай тұр. Бірақ біз қолдауымыз керек ол кісілерді. Ол кісілер қолдағанда ғана ол кісілер одан әрі дами түседі деймін. Рахмет. Ондай болса, енді бағдарламамыздың сырге жияр сәтінде келген қонақтарымыз өз ойларын жинақтап, қысқадан нұсқа орамды тілменен тоқ етер түйін ортаға салсын. Қанекей, Надира? Менің айтпақшым, және де өз ойымда қалам. Қазақтың қыздары дәстүрін ұмытпай, салтын жалғастырып, қазақи киімдер болса киіп, әне өзіңіз тағып отқандай сырғаларын, білезіктерін солай тағып жүрсе деп ойлаймын. Ал Қанекей Сая? Және сол әрине жаңаша безенуіміз, сәнденуіміз керек. Заманына қарай адамы, адамына қарай арманы болады. Ал сол үшін өзімізге жарастырып киінуіміз керек. Ашық-шашық емес, жарастырып, әдемі етіп киінуіміз керек. Егер болса, сіздерде жаңа айтып жатыр, жар-жарды тіпті де жақсы да дамыта беріңіз. Жақсы-жақсы киімдер шығарсаңыз, бізде киеміз. Осы жаңа заманмен сол өзіміздің ұлттық әдемі өрнектерімізді, оюларымызды, киімдерімізді қосып, өндіріп шығарсаңыздар, бізде қолдап қуаттаймыз, киеміз. Негізі барлық қыздарымыз әдемі киініп, сәнденіп, осы заманға үйлесетін, білімді болып, өз кәсібінен жақсы бір нәтиже жарасса, тілімізді ұмытпаса, ділімізді ұмытпаса, осы ең маңызды. Сөзің кезегі өзіңде. Сіз қазақсыз. Сондықтан сіздің бойыңызда ұлттық рух болу қажет. Ұлттық дәстүріңіз болу қажет. Ұлттық мәдениетіңіз болу қажет. Сондықтан да ұлттық мәдениетімізді, ұлттық дәстүрімізді ұмытпай қалайық. Жарайды, мен жерде айта кетейін, бартынан бері біз айтып жатырмыз, таласып жатырмыз. Мәселен, біздің ойымызда енді сөз қазақ қыздар ашық киім керек, ұлттық киімдерді бірақ кию деген сөз емес. Бұл да біріншісі біздің ұлттық киімдердің қолайсыздығы, екіншісі заманға сәйкеспеуінде. Бір ұлт болу үшін, мәселен, ұлттың ең негізгісі оның ана тілі, екіншісі білімі. Сұлу да сымбатты қазақ қыздарының киген киімдері тал бойына жарасып, дараланған тұлға болып көрінуінің өзі адам жанын жадыратады. Ақындарымыз жырға қосқан сол көркі көз сүріндірер қазақ қыздары тек қана өлең жолдарында өмір сүрмей, реал өмірімізде де көптеп кезігіп тұрса екен дейміз.